Сәлем достар, Дадя Хау. Бүгін біз HSK бірінші кітаптың 7-ші сабағын өтетін боламыз. 7-ші сабақ тақырыбы Jin Tian Ji Hao. Jin Tian ол бүгін, Ji ол бізде қанша, Hao ол бізде күн деген мағынаны береді. Яғни бұл айдағы күндер. Яғни 1-і, 2-сі, 25-сі деген сияқты айдың ішіндегі күннің номерін осы Hao арқылы айтатын боламыз. Бұның формуласы бірінші сан, одан кейін Hao. Мысалы айтқан кезде 1-і деп қалай айтамыз? 1-і деп айту үшін бірінші сан, яғни 1-ді айтамыз, одан соң Hao-ды айтамыз. Яғни и Hao. 25-сі деп қалай айтамыз? Бірінші 25 дейміз, одан кейін Hao дейміз. Яғни ашы у Hao. 25, одан соң Hao дейміз. Яғни 25-сі 2-сі деп қайтып айтамыз. Бірінші 2, яғни R, одан кейін Hao. R Hao, яғни 2-сі деп солай айтылады. Бұның формуласы солай. Енді астындағы суреттерге назар аударайық. Бұл жерде астындағы иероглифтерді төбедегі суреттермен сәйкестендіру керек. Алдымен жаңа сөздерді бір қарап шығайық, мына астындағы сөздерді. Бірінші ол шу бізде кітап. Бұны алдыңғы сабақтарда да өткен болатынбыз. Кітап деген мағынаны береді. Екіншісі ол бізде жоңго чай. Жоңго бұл бізде Қытай. Қытай деген мағына береді. Чай ол бізде тағам. Яғни жоңго чай Қытай тағамы. Үшінші ол бізде шешау бізде мектеп деген мағына береді. Төртіншісі ол аршыу ол бізде 25. Хау ол бізде күн. Яғни 25 күн болады 25-сі. Үй бізде бұл ай деген мағына береді. Бұл аспандағы ай емес, бұл жай ғана қаңтар айы, ақпан айы, желтоқсан айы дегендегі айдың мағынасын береді. 6 бізде каншу. Кан бұл бізде қарау, оқу деген мағына береді. Қарау, көру, оқу. Ал шу, білеміз, бұл бізде кітап деген мағына береді. Яғни каншу болады кітап оқу. Ал енді осы иероглифтерді төбедегі суреттермен сәйкестендіріп көріңіздер 10 секунд ішінде. Сәйкестендіріп болдыңыздар деген ойдамын. Ал енді тексеріп көрейік. Бірінші бұл бізде шу бізде кітап. Ол и және мына жерде мына қыздың қолында тұр екен, поэтому давайте тоже биді жазамыз. То есть болады и және би. 2. Жоңго цай ол Қытай тағамы. Қытай тағамы бұл бізде деяти. Үшінші шешау бізде мектеп деген мағына береді. Бұл жерде мектеп әрине эй. Төртіншісі ол аршыу хау бұл 25-і. 25-і бізде си. Бесінші бұл бізде үй бұл бізде ай деген мағынаны беретін еді. Ай. Қаңтар, ақпан деген сияқты. Мына жерде F-те 1-нен 31, яғни бір айдың күндері жазылып тұр. Сол үшін біз F-ті белгілейміз. F бізге 6. Каншу кітап оқу бұл бізде әрине би болады. Окей, guys, біз бұнан аяқтадық. Енді бірінші текстке қарайық. Бірінші текстте астында жаңа сөздер тұр. Осылармен танысып өтейік. Бірінші жаңа сөз бұл бізде тең. Ол бізде өтініш деген мағына береді. Бұл прям сыпайы түрде айтылады. Өтініш деген мағына береді. Екінші сөз ол бізде when. When бізде етістік.
ол сұрау деген мағына береді. Сұрау. Сөйлемде көбінесе екеуі бірге келеді. Мына жерге қараңыздар. Мына жерде мысалға екеуі бірге келген. Чен-уэн екеуі бірге келген. Осы екеуі бірге келген кезде бұлар сұрасам болады ма, айтыңызшы деген мағына береді. Яғни чен-уэн сұрасам болады ма деген. Бұл екеуі қосылған кезде сыпайы форма жасайды сұраққа. Яғни егер сен сұрақ қоятын болсаң, сұрақ қойғың келсе, бірақ ол сұрақты более сыпайы түрде жеткізгің келсе, сен жай ғана осы сұрақтың алдына чен-уэн деген сөзді қосасың. Сонда болады, сұрасам болады ма, айтыңызшы деп өзіңнің сұрағыңды қоясың. Мысалға айтқан кезде, сұрасам болады ма, сіздің атыңыз кім деп. Сонда болады,请问 яғни сұрасам болады ма? 请问你叫什么名字? Сіздің атыңыз кім? Чен-уэн бізде сұрақ қойған кезде сұрақты сыпайы түрде жеткізу үшін қолданылатын сөздер. Үшінші бізде жин-тен. Жин-тен бұл бізде бүгін деген мағына береді. Жин-тен. Төртінші сөз How жаңа айтылып кетті, что бізде күн деген мағына береді айларға, айдың күні. Бесінші сөз бұл бізде үй. Үй бұл бізде ай. Ақпан айы, қаңтар айы, желтоқсан айы деген сияқты. Алтыншы бізде сенчи. Сенчи бұл бізде апта. Қытай тілінде апта айту өте оңай. Мен сендерге қазір көрсетемін. Аптаны Қытай, яғни бірінші айдан бастайық. Қытай тілінде айды айту үшін бізге тек қана айдың қаншасыншы тұрғандығын айту керек. Мысалы, бізде 12 ай бар. 12 ай бар. Осы 12 айды айтып, яғни нешінші ай екендігін айтып, одан кейін арқасына ай деген сөз, яғни үйені қоссақ, бізде қаншасыншы ай екені шығады. Мысалға айтқан кезде, Қытай тілінде айды білу үшін бізде тек қана 1-ден 12-ге дейінгі аралықта сандарды білсек болды Қытай тілінде. Мысалға, қыркүйек қалай болады? Қыркүйек ол 9-шы ай, дұрыс па? 9-шы ай болғаннан соң біз 9 плюс үй дейміз. Сонда қытайша қыркүйек деген пайда болады. 9 плюс үй, 9 бізде Қытай тілінде қандай? Қытай тілінде жоу плюс үй. Жоу бұл Қытай тіліндегі қыркүйек. Қаңтар бізде бірінші ай, сонда бірінші 1 плюс үй болады үй, яғни қаңтар. Мысалы, мынау бірінші 1, міне үй плюс үй, ай, бірінші ай болады қаңтар. Түсінікті, логикасы түсінікті. Екінші ай бізде ақпан. Ақпан айы екінші ай. Қытай тілінде ол тек қана болады екінші ай деп айтылады. Ар-үй, екінші ай, ар-үй, яғни қаңтар. Солай кете береді міне желтоқсанға дейін. Ши-ар-үй, яғни 12-ші ай, ши-ар-үй, желтоқсан бізде Қытай тілінде 12-ші ай деп айтылады. Түсінікті деген ойдамын. Ал енді апта күндеріне қарайық. Апта күндері тоже самое, тек қана бір исключение. Ол бізде 7-ші күн. Жексенбі күнінде мынау апта деген сөздің арқасына либо ж қосылады, либо тен қосылады. Ж бізде күн, а тен бұл тоже күн, бірақ ж бұл аспандағы болса, тен ол кәдімгі обычный күндер, Яғни бір аптаның күнінде понедельник, яғни дүйсенбі күннен сенбі күнге дейін 1, 2, 3, 4, 5 деп айтылып келеді. Тек қана жексенбі күні ғана синчи ж, либо синчи тен деп айтылады. Себебі синчи чи деп айтылған бұл сәл не то болып естіледі. Сондықтан бұның арқасына либо ж қосылады, либо тен қосылады. Айтып көрейік, мысалы, дүйсенбі
星期一сейсенбі星期二сейсенбі сейсенбі сәрсенбі星期三бейсенбі星期四жұма星期五сенбі星期六жексенбі星期日либо星期天тек қана цифры білу керек и мына исключениені білу керек жұма жексенбі күнінде либо р болады либо тен болады ал енді бірінші текстке қайтып оралайық енді текстке қараймыз 请问今天几号请问сұрасам болады ма今天几号今天ол бүгін ji бізде қанша хау ол күн яғни бүгін қаншасыншы күн сұрасам болады ма бүгін қаншасыншы күн 今天9月1号今天бүгін 9月9 ай 9 ай қандай ай бізде иә қыркүйек айы 1号бірі иә яғни бүгін қыркүйектің бірі иә 9 ай бұл бізде қыркүйек деп аударылады guys қыркүйек яғни бүгін қыркүйектің бірі 1号бірі жаңа айтылды иә что бірінші сан екінші хау міне бірінші сан 1号бүгін қыркүйектің бірі 今天星期几今天бұл бүгін 星期бұл бізде апта иә ji ол бізде қанша яғни бүгін аптаның қай күні қаншасыншы күні 星期三аптаның үшінші күні аптаның үшінші күні қандай күн әрине сәрсенбі яғни сәрсенбі ал енді осы бірінші текстті менімен бірге оқып көрейік 请问今天几号今天9月1号今天星期几星期三ал енді екінші текстке назар аударайық екінші текстте жаңа сөздер бұл бізде 昨天ол кеше және де 明天ол бізде ертең деген мағынаны береді ал енді текстке қарайық 昨天是几月几号昨天кеше是болды ji қанша月бізде ай ji қанша хау бізде күн яғни кеше қаншасыншы ай қаншасыншы күн болды 昨天是8月31号星期二昨天кеше是болды 8月 8 ай бұл бізде 8 ай вроде тамыз иә тамыз 31号 31 яғни тамыздың 31 星期二аптаның екінші күні қандай күн иә сейсенбі яғни сейсенбі болды дейді кеше тамыздың 31 аптаның сейсенбі күні болды дейді яғни сейсенбі күн болды 明天ол бізде ертең бұл бізде ал сен ше деген сөйлемді құраған кезде айтқан едім ғой что бұл ше деген мағынаны береді мысалы оны мен ше нені сен ше таны ол ше яғни мынада меңтен ертең ше деген мағынаны береді яғни сен кеше туралы айтып жатырсың и сенен сенің собеседник сұрайды ал ертең ше деп ертеңді сұрау үшін осы ны қолданады меңтен ал ертең ше меңтен ертең шы болады 9 ай қыркүйек иә қыркүйектің 2号екісі 星期四 аптаның 4-ші күні бұл бізде
4-cü күні бұл жұма, иә? Ой, бейсенбі. Бейсенбі, яғни ертең 9-шы ай бізде қыркүйектің 2-сі бейсенбі дейді. Енді мына текстті менен қайталап оқып көрейік. 昨天是几月几号？昨天是8月31号，星期二。明天呢？明天是9月2号，星期四。Ал енді үшінші текстке назар аударайық. Үшінші текстте жаңа сөздер. Бірінші сөз ол чүй. Чүй бұл бізде бару деген мағынаны береді. Бару, жаяу бару, машинамен бару, қалаған бару. Бұл просто чүй, бару. Бару деген мағынаны береді. Ал екінші бұл бізде шуешау. Шуешау деген бұл бізде мектеп. Үшінші сөз бұл бізде кан бұл қарау, көру және оқу деген мағына береді. Қарау, көру, оқу. Кан. Ақырғы бұл бізде шу бұл алдыңғы сабақтарда өтілген кітап деген мағынаны береді. Ал енді текстке назар аударайық. 明天星期六，你去学校吗？明天бұл бізде сенбі, иә? Ертең сенбі. Ни, сен, чүй, бару, шешау, мектепке, ма бұл бізде сұрақ жасау үшін жасалынады, иә? Яғни 明天星期六. Ертең сенбі. Сен, ни, чүй, шешау. Сен мектепке барасың ба? Сен мектепке барасың ба? Ертең сенбі, сен мектепке барасың ба? 我去学校. Мен, чүй, бару, 学校, мектепке. Яғни мен мектепке барамын. 我去学校. 你去学校做什么? Ни, сен, чүй, бару, 学校, мектепке, 做, жасау, бір нәрсені жасау, иә? 什么, не. Яғни, 你去学校做什么? Сен мектепке не жасау үшін барасың? 我去学校看书. Мен, чүй, бару, 学校, мектепке, кан, өзі, оқу, я, оқу, қарау, көру, шу, кітап, яғни кітап оқу үшін. Мен мектепке барамын кітап оқу үшін. 我去学校看书. Ал енді осы текстті мен қайталап оқып көрейік, иә? 明天星期六，你去学校吗？我去学校。你去学校做什么？我去学校看书. Ал енді астына түсейік. Қытай тілінде дата айтқан кезде дәуден кішкентайға қарай кетеді. Яғни, бірінші жыл айтылады, кейін ай айтылады, одан кейін күн айтылады, одан кейін аптаның қай күні екендігі айтылады. Мысалға айтқанда, мына жерге қарайық. Міне, бірінші қарасаңдар үй, яғни ай айтылып тұр, одан кейін хау күн айтылып тұр, одан кейін барып апта айтылып тұр. Яғни, 9月1号星期三. Яғни, 9 ай бізде 9-шы ай қандай ай? Қыркүйек, қыркүйектің 1-і, аптаның 3-ші күні, ол бізде дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, иә? Яғни, қыркүйектің 1-і, сәрсенбі. Бұл жерде де бірінші ай, одан кейін күн, одан кейін аптаның қай күн екендігі айтылады. Бірінші 9-шы ай, қыркүйек, яғни 9月2号星期四. Қыркүйектің 2-сі, аптаның, бейсенбі күн. Қыркүйектің 2-сі, бейсенбі. 8, 8月, 31号, 31-і, и 星期二. Аптаның 2-ші күні, сейсенбі, яғни тамыздың 31-і, сейсенбі. Бірінші жыл, егер бар болса, екінші ай,
3-ші күн, 4-ші аптаның қай күні? Солай айтылады. Түсінікті ғой? То есть дәуден төменге қарай кетеді Қытай тілінде. Ал енді мен мына жерде сөйлем, қандай сөйлемдер? Яғни бұл жерде етістігі жоқ сөйлемдер туралы айтылатын болады. Яғни етістік мысалға көбінесе Қытай тілінде ш деген етістік қолданылады. Мына жерде мен осы ш етістігінсіз қолданылатын, ш етістігінсіз қолданылатын сөйлемдер жайлы айтатын боламын. Бұл сөйлемдерге қазір айтамын. Бұл сөйлемдерге етістік қолданылмайды. Мына жерге қарайық, мысалға айтқан кезде мен, оды, менің, ханю, Қытай, лаушы, мұғалімім. Менің Қытай тілінен беретін мұғалімім. Саншы сан суй, 33 жаста. Бұл жерде біз ш деген иероглифті көріп тұрған жоқпыз. Яғни етістіксіз жасалған сөйлем. Етістіксіз жасалған сөйлем. Бұған тек қана бастауыш керек, міне, бастауышы керек, зат есімі керек, және де уақыт күн датасы, не обязательно уақыт күн дата, просто дополнительный болып жүреді. Яғни бұл жерде етістік қолданылмайды. Мына жерде мысалға меңтен, ертең, сенші сан, сәрсенбі, ертең сәрсенбі. Бұл жердің ортада бізде мынау етістік жоқ, етістік болмайды. Етістік болса, ол қате деп есептеледі. Яғни бұл жерге меңтен шы, сенші сан деген ол қате сөйлем. Без ш керек емес, яғни етістік керек емес. Мына жеңтен, бүгін, жүйе, 9-шы ай, яғни қыркүйектің ихау, бірі. Бүгін қыркүйектің 1-і. Бұл жерде де ш қолданылып тұрған жоқ. Қай уақытта ш қолданылмайды? Ш бізде күн айтқан кезде, дата айтылған кезде, уақыт айтылған кезде, жас, атау айтылған кезде қолданылмайды. Мысалға айтқан кезде, мен 18 жастамын деп айтатын болсақ, ш ба суй. Ш ба бұл бізде 18, суй ол жас. Яғни бұл жерде етістік жоқ. Яғни күн, дата, уақыт, жас, атау айтқан кезде біз етістік қолданбаймыз. Түсінікті деген ойдамын. Мына қарайық. Бұл жерде чүй, яғни бару етістігі қалай қолданылатындығы туралы көрсетіледі. Бару етістігін жасау үшін бізге тек қана бастауыш, яғни кім жасады? Бірінші, кім екендігін айтамыз. Екінші, етістік, осы чүй етістігі. Кейінгі, ол бізде қайда бара жатқандығын айтамыз. Одан соң біз не себепті оны ойға бара жатқандығын айтамыз. Мысалға айтқан кезде кім? Ол мысалға мен, мен. Verb бізде так, чүй, бару, қайда барады? Джонго, Қытайға. Не себепті барады? Шуеші ханю, Қытай тілін үйрену үшін. Яғни кім, чүй, қайда, неге? Осы арқылы біз чүймен сөйлем жасай аламыз. Мына жерге қараңыздар. Woman, о бұл бізде мен деген мағына береді. Мен бұл бізде көпше түрді жасайды. Яғни woman ол бізде біз деген мағына береді. Чүй, бару, Жоңго, фангуан. Жоңго бізде Қытай, фангуан бұл бізде мейрамхана, асхана деген мағынаны береді. Яғни Қытай асханасы. Не себепті? Мынау ч бұл бізде жеу деген мағынаны береді. Жеу. Жоңго цай, Қытай тағамдарын жеу үшін. Яғни біз барамыз Қытай мейрамханасына, чтобы
Қытай тағамдарын жеу үшін. Яғни кім, чүй, қайда, и не себепті. Мен чүй барамын. 学校 мектепке, 看书 кітап оқуға. Кім, мен, verb бізде етістік, бізде чүй, бару. Қайда, мектепке, не себепті, кітап оқу үшін. Бұл бізде чүйдің бізде формуласы болып есептеледі. Мынау жайлы өтілді, яғни біз айларды айттық. Тек қана айды айту үшін бірінші цифраны қоямыз алдына. 12 айдың ішіндегі қай айды қалайсың, сол айдың цифрасын қоясың бірінші, одан кейін ue дегенді қосасың. Ал апта айту үшін тоже самое 7. Бізде аптада 7 күн бар. Осы 7 күнде тек қана 7-ші, яғни жексенбі күнді айту үшін ғана сеңчидің арқасына либо ж қосасың, либо тен қосасың. Болды. Қалған күндер кәдімгі сандармен айтыла береді. 1-ден 6-ға дейін айтыла береді. 7-де либо ж, либо тен. Мына сұрақтарға қалай жауап беру керегін көрсетемін. Бірінші сұрақ. Тен, бүгін, ди, қанша, ue, қаншасыншы ай, ji hao, қаншасыншы күн. Сеңчи ji, аптаның қай күні. Бұған жауап беру үшін. Жинтен, ji дап тастаймыз да, қаншасыншы ай екенін айтамыз. То есть, мысалы, 9 ба, 9 дейміз. 9-шы ай болса, бізде қыркүйек. Жинтен, jiuye, ji дап тастаймыз. Қаншасыншы күн? Мысалы, 8-ші күн дейік. 8. Ба хау, сеңчи, и дейік. 1. Понедельник. Дүйсенбі. Яғни, жинтен, jiuye, ба хау, сеңчи, и. Просто мына сұрақ сөздерді алып тастап, олардың орнына ответтерін қойып қойсаңдар болды. Меңтен, ертең, jiuye, қаншасыншы ай, ji hao, қаншасыншы күн, сеңчи ji, қаншасыншы апта күні. Меңтен, jiдің орнына айтамыз. 9. jiuye, jiu hao, сеңчи, ар. Неге? Себебі мына жерде бізде, бүгін бізде 8 болса, значит, ертең бізде 9 болады. Меңтен, jiuye, jiu hao, сеңчи, ар. Зотен. Зотен бізде ертең деген мағына береді. Jiuye, бұл бізде қаншасыншы ай, ji hao, қаншасыншы күн, сеңчи ji, қаншасыншы апта күні. Бұның ответ беру үшін зотен, jiдің орнына алып тастаймыз да жауабымыз ғой. Мысалға 9, то есть jiuye, кеше болса бізде 7 болады. 7 болады. Ji hao, сеңчи, 7 бізде ж деп алайық. Онда сеңчи, ж. 7-ні бізде либо ж дедім, либо тен қолданамыз. Сеңчи, ж, либо сеңчи, тен. Окей? Меңтен, ертең, ни, сен, чүй, бару, на, қайда, зо, істеу, шымы, нені. Ертең сен барасың қайда, не жасау үшін. Бұған ответ беру үшін просто меңтен, нидің орнына о, чүй, наның орнына қайда баратыныңды. Мысалға жоңго дейік. Жоңго, Қытайға, зо, істеуге. Мысалы, ч, жоңго цай деуге болады. Ч біз айтылды, что ч дегеніміз бұл бізде жеу деген мағына береді. Жоңго цай ол Қытай тағамын. Яғни меңтен, о, чүй, жоңго, зо, жоңго цай.
делать это вот это алып тастай салайықшы дзо, потому что біртүрлі естіледі екен. Яғни ертең мен барамын Қытайға, Қытай тағамын жеу үшін. Сенчиже, яғни жексенбі, ни сен чү барасың қайда, на қайда, дзо жасауға, шыма нені. Жексенбі сен барасың қай жерге, не жасау үшін. Так, айтамыз бұған мысалға сенчиже не деп тастаймыз, о қоямыз. Сенчиже wo去наның орнына мысалға қоямыз. 学校мектепке деген. 星期我去学校做 делать что? Дзо деп тастаймыз. Мысалға каншу десек болады, кітап оқуға. 星期我去学校看书. Яғни сұрақтардың орнына өзіміздің ответімізді қоямыз. Окей? Ал енді мына тапсырманы жасап көрейік. Бұл жерде тек қана мына суреттерге қарап, мыналарға жауап беруіміз қажет. Бірінші суретте бұл жерде бізде жинтен, бүгін, шы болады. Қандай ай? January. Бізде ол қаңтар. Қаңтар бізде бірінші ай. Иге қаншасыншы күн? Давайте бірі де берейік. Ихау. Яғни бүгін бірінші айдың, қаңтардың бірі. Сенчи қаншасыншы күн? Примерно бізде бұл жұма күні. Жұма бізде бесінші. Яғни у. Сенчи у. 今天是1月1号 星期五. Бүгін қаңтардың бірі, жұмасы. 今天май бұл бізде мамыр. 今天мамыр бізде нешінші күн? Нешінші ай? Мамыр, сәуір, мамыр. Мамырды білмей тұрмын, guys. Любой, давайте бір 4-ші ай деп айта салайықшы. Яғни, 今天是үй қаншасыншы күн? 18-і. 18号 18-і. 今天是үй 18号 22号是 22 22 хау күні 22-сі бізде қаншасы? 22 бұл бізде жұма күні екен. Яғни жұма бізде 5-ші. 22号是星期五 23号是3号是бізде 6 是星期六. Окей. 明天 ертең 我去 мен барамын. Давайте мынау мектеп, вроде. Мектеп бізде 学校. 明天我去学校看书, кітап оқуға. 看书. 明天我去学校看书. Осымен біздің 7-ші сабағымыз аяқталды. Сендерге сабақ ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Ай. Келесі кездескенше.